Бүгін мен сіздерге тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең батыл әрі ауқымды жобаларының бірі Алатау Сити туралы әңгімелекпін. Бұл жай ғана жаңа аудан емес, тұтас болашақтың қаласы. Ол мүлде жаңа жерден, нөлден бастап салынып жатыр. Егер жоспар ойдағыдай орындалса, жоба ел экономикасын түбегейлі өзгертпек. Бүкіл қазақстандықтар асыға күтіп жүрген жаңа қала қандай болады? Менің есімім Ержан және сіздер Жас Вайб YouTube арнасын көріп отырсыздар. Осыдан бірнеше ай бұрын президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алатауға ерекше мәртебе беретін жарлыққа қол қойды. Шешімнің арқасында қалада жедел әрі икемді даму жүйесі енгізіледі. Онда істер баяғыдай ұзақ келісіммен емес, нақты әрекетпен жүреді. Қаланы дәстүрлі әкімдік емес, тікелей шешім қабылдай алатын арнайы кеңес басқаратын болады. Бұл бюрократиядан арылған, іс пен нәтиже алдыңғы орынға шығатын жаңа басқару үлгісі. Алатау Сити Қазақстанның жаңа экономикалық өзегі де болады. Қала халқының саны 2 миллионға жуықтайды деп күтілуде. Барлық инфрақұрылым, жол, су, жарық, жылу, кәріз, инженерлік жүйелер түгел жаңадан салынып жатыр. Барлығы заманауи Smart City қағидатымен жобалануда. Жалпы жоспар бойынша қала 4 ауданнан тұрады. Әрқайсысының өз бағыты болады. Біріншісі қаржы орталығы, мұнда халықаралық банктер мен ірі IT хабтар шоғырланады. Екіншісі білім мен медицина аймағы. Бұл жерде университеттер, ғылыми зертханалар мен жоғары деңгейлі клиникалар бір кеңістікте тоғысады. Үшіншісі индустриялық аймақ. Онда зауыттар мен өндіріс орындарының құрылысы басталып кетті. Төртіншісі туристік кластер. Мұнда демалыс саябақтары, қонақ үйлер мен мәдени нысандар бой көтереді. Жобаға инвесторларда үлкен қызығушылық танытуда. Қазірдің өзінде 30-ға жуық компания қатысып, жалпы инвестиция көлемі 500 миллиард теңгеден асып отыр. Бұл шамамен 1 миллиард доллар. Ал құрылатын жаңа жұмыс орындарының саны 7 мыңнан асады. Мәселен, PepsiCo компаниясы 80 миллиард теңгеге картоп чипсін өндіретін зауыт салып жатыр. Ал Марс компаниясы өз өндірісін осы аймақта орналастыру жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр. Бұл бастамасы ғана. Инфрақұрылым толық іске қосылған соң шетелдік капитал легі еселене түспек. Бірақ Алатау тек өндіріс пен инвестицияның емес, руханият пен мәдениеттің де ордасы болмақ. Жеке қаражат есебінен бой көтеріп жатқан мәдени іскерлік орталық халыққа арналған демалыс аймағын, этноауыл мен музейлерді, кітапхана мен жазғы кинотеатрды, балалар алаңдарын және қысқы мұз айдынын біріктіреді. Нысанның жүрегі алғыс монументі болады. Ол халқымыздың көпұлтты бірлігін, достық пен сыйластықты бейнелейді. Тағы бір ерекше жоба Q-Park мәдени орталығы. Бұл нысан Корей халқының Қазақстанға қоныс аударуына 90 жыл толуына арналған. Q-Park тағзым мен ризашылықтың белгісі. Халықтар арасындағы мызғымас достықтың көрінісіне айналады. Ашылуы 27 жылы жоспарланған. Қазірдің өзінде ел күтіп отырған мәнізді мәдени нысандарының бірі. Алатау Сити Қазақстандағы алғашқы толыққанды ақылды қала болады. Мұнда көлік қозғалысы, жарық, қауіпсіздік, коммуналдық қызмет бәрі цифрлы жүйе арқылы басқарылады. Тұрғындар төлемдерді онлайн жасайды, ал бағдаршамдар мен энергия жүйесі жасанды интеллект арқылы реттеледі. Жаңа банк пен криптобиржа құруда жоспарда бар. Ал болашақта тұрғындар цифрлық теңгемен есеп айырыса алады. Яғни ертеңгі күннің қаласы қазірдің өзінде біздің көз алдымызда бой көтеріп келеді. Бұл жобаның әсері бүкіл елге тармақ. Біріншіден, мыңдаған адамға тұрақты жұмыс табылады, кәсіпкерлік өркендейді. Екіншіден, шетелдік инвестициялар мен жаңа технологиялар ағылып келеді. Үшіншіден, бұл Қазақстанның жаңаша ойлап заманауи қала сала алатынын дәлелдейді. Бірнеше жылдың ішінде Алатау еліміздің жаңа символына айналуы әбден мүмкін. Көкпен таласқан ғимараттар, жасыл аймақтар, цифрлы шешімдер мен өмір сүруге жайлы орта. Осының бәрі болашақ Қазақстанның келбеті болмақ. Сіз қалай ойлайсыз? Алатау Сити еліміздің жаңа астанасына айналуы мүмкін бе? Пікіріңізді қалдырыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басыңыз, Жас Вайб арнасына тіркеліп, шығаруымен бөлісіп қойыңыз. Келесі кездескенше.